Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге мен. Менің айтқым келеді, әрбір дүние әрекеттен басталады. Әрекетсіз ешқандай ешкім жетістікке жетпейді. Соны біліп қойсаңыздар ғой, шіркін-ай. Мынандай екенде, сіз қандай курсқа қатысасыз, қайда оқисыз, қайдан білім аласыз, не істейсіз, анау мынау деген сұрақтар өте көп екен. Мен ешқандай курсқа қатыспаймын, тек қана әрекет жасаймын. Жалпы 1045 курс сатып алыңыз, курстың ешқандай курс сізге нәтиже бермейді. Курс тек қана жаңағы ішіндегі тапсырмаларын орындаған кезде, әрекет жасаған кезде ғана нәтиже береді. Неге қазір курстар көп, адамдар деген коуч, мотиватор, психолог жетіп жатыр да? Неге барлығы уже жетістікке жетіп кетпейді? Оның ішіндегі әрекет еткен адамдар ғана жетістікке жетеді. Сондықтан әрекетіңізді тоқтатпаңыз. Мынаны біліп алайын, содан кейін жасайын деген емес. Бәрібір сіздің түйсігіңізде не істеу керек екенін сіз ғана білесіз. Сіз қандай істі қалай жасасам жетістікке жететін, нәтижеге жетеді дегенді білесіз. Таңертең ерте тұру керек екенін білесіз. Дұрыс тамақтану керек екенін білесіз. Ерте жатып, ерте тұру керек екенін білесіз. Тұрақты бір жұмысты тұрақты үздіксіз жасау керек екенін білесіз. Әрбіріңіз білесіз. Негізі бұл қағидалардың барлығын біз білеміз, бәріміз білеміз, бірақ не істейміз? Біздің кемшілігіміз біздің әрекетімізде ғана. Егер әрекетіңізді тоқтатпайтын болсаңыз, сіз де жетістікке жетесіз. Сізде барлығын өзіңіздің ойлағаныңыздан да 1000% жоғарғы нәтиже көрсетуге болады. Сондықтан кез келген дүниеге, кез келген жетістікке жетудің құпиясы ол біреуден білім алу, бір жерден оқып алу, 1045 курсқа қатысу, немесе бір жерден жаңа кітаптарды оқу емес. Әрине оқу өзінің бір кішкене нелерін беретін шығар, бірақ оқуға оған амал етпейтін болсаңыз, сізден ешқандай нәтиже шықпайды. Сондықтан әрекет. Мен тек қана әрекет деп айтар едім. Жалпы сіз бір жеріңізді диваннан қозғалмайтын болсаңыз, біліп тұрғаныңызға амал қылмайтын болсаңыз, одан ештеңе жоқ. Қазір білім деген жетеді. Қайдан тауып алсаңыз да білмегеніңізді іздей алуға болады, бірақ соған әрекет жасай алсаңыз, сіз міне мықтылардың мықтысыз. Сондықтан мен әрбір адамға айтқан болар едім, ана жерден біліп алсам, оқып алсам, сөйтсем, бүйтсем деген әрине дұрыс шығар, бірақ сіз әрекеттенуіңіз керек. Құр біреудің айтқанын, біреудің жасағанын жасап, кітапта жазылғанымен жүріп, сіз ешқандай жетістікке жете алмайсыз. Сізде, тағы айтам, әрекет қана сізді жетістікке жетеді. Сондықтан кішкентай әрекеттерден бастап, әрекетіңізді тұрақты жасаңыз. Тұрақтылық ол өте үлкен жеңістің мықты фундаменті. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік.